Бисмиллахир-рахманир-рахим. Хижр сүресінде 39-40 аятта мағлум, яғни шайтан, уа раббым, ант етемін мені адастырған үшін оларға, яғни адамдарға күнәларды әсемдеймін және барлығын адастырамын. Тек қана олардың ықыласы бар қолдары аман қалады дейді. Негізі Аллах Тағала осы аят арқылы бізге подсказка беріп жатыр. Кімдер аман қалады шайтанның адастыруынан дейді. Ықылас ол не? Ықылас ол сондай хал екен, шынайы. Әр істі жасамай тұрып, біз негізі өзімізге сұрақ қою керекпіз. Кімге жасап жатырмын деген сөз емес, кім үшін жасап жатырмын деген. Негізі ықыласты болу ол өте қиын екен. Бірақ ықыласты өмір сүру ол оңай екен. Жұмайт Бағдади сондай бір керемет сөз айтқан екен. Ықылас қандай тақырыпқа болса да, Алланың разылығына сәл тыс болып келеді дейді. Енді қараңызшы, мысалы мына әлемді Аллах Тағала кім үшін жаратты? Адам үшін жаратты дейді. Сол үшін мына әлемнің сәні неде дейтін болсақ, әлемнің сәні ол адамда. Енді адамның сәні неде? Адамның сәні ол ілімде екен. Себебі ілімі бар адам, ілімі жоқ адам айырмашылығы бар. Одан кейін, енді ілімнің сәні неде? Ілімнің сәні ол әрине амалда. Енді амалдың сәні неде? Мысалы, адам садақа туралы ілім алды, екі адам. Екеуі де 5 мың теңгеден садақа берді. Мысалы, екеуі де амал жасады, екеуі де ілім алды, екеуі де амал жасады. Енді сол амалдың сәні неде? Амалдың сәні әрине ықыласта. Бір адам рия үшін жасап қойды, бір адам ықыласпен Аллах разы үшін. Рия үшін жасаған адам әрине ол күнәға батты. Ықыласпен жасаған адам ол әрине Алланың разылығына жетті деген сөз. Сол үшін бауырлар, бір істі бастамай тұрып, Алламен сөйлесіп алу керекпіз, Раббымызбен. Одан кейін өзімізге сұрақ қойып, кім үшін жасап жатыр? Кімге емес деген сөз екен. Біз де ықыласты болайық, иншалла. Бізде де ниетімізді басында ниет болсын, ортасында тағы да ниетті жаңартып, яғни шынайы ықыласпен Аллах разы үшін жасайтын